Сәлеметсіңдер ме балалар? Көркем жазу сабағын бастаймыз. Диктант. Мақсаты оқушылардың білім, білік, дағдыларын тексеру. Балалар, диктантты мына дескриптор бойынша бағалаймыз. Мәтіндегі сөздерді өзгертпей, қатесі жазады. Тыныс белгілерін дұрыс қояды. Каллиграфиялық талаптарды сақтап жазады. Киіз үй. Киіз үй малшыларға қолайлы. Қайталаймын. Киіз үй малшыларға қолайлы. Сөйлем аяқталды. Оны жылдам құрастырып, тез жинауға болады. Қайталаймын. Оны жылдам құрастырып, тез жинауға болады. Сөйлем аяқталды. Келесі сөйлем. Оның қыста жылы, жазда салқын болатынын айтсаңшы. Қайталаймын. Оның қыста жылы, жазда салқын болатынын айтсаңшы. Келесі сөйлем. Көлеміне және сыртқы кейпіне қарай әртүрлі болып келеді. Қайталаймын. Көлеміне және сыртқы кейпіне қарай әртүрлі болып келеді. Келесі сөйлем. Киіз үйлер 4, 6, 12 қанатты болады. Қайталаймын. Киіз үйлер 4, 6, 12 қанатты болады. Мәтін аяқталды. Балалар, мәтіндегі үтір белгісін қою үшін мәтінді түгел оқып шығамын. Киіз үй малшыларға қолайлы. Оны жылдам құрастырып, тез жинауға болады. Оның қыста жылы, жазда салқын болатынын айтсаңшы. Көлеміне және сыртқы кейпіне қарай әртүрлі болып келеді. Киіз үйлер 4, 6, 12 қанатты болады. Енді балалар, тапсырмаға назар аударыңдар. Мәтіндегі малшылар, жазда сөздерінің түбірі мен қосымшасын бөліп жаз. Қолайлы деген сөзді буынға бөліп жаз. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.